Қайырлы кеш, құрметті замандастар. Мен ары қарай осы жаңағы жоғарыда дәл қазір керемет видеоларды түсіріп, ары қарай осы платформалардың бізге қандай мүмкіндік беретіні туралы өздеріңізге тағы да жаңағы ақпаратты жеткізу мақсатында ары қарай өзімнің өздеріңізге деген ақпаратымды жалғастырамын. Менің мақсатым өздеріңіз өзіміз сияқты қарапайым отандастарымызға осындай мүмкіндікті көрсету. Міне біз ақшаны CoinSbit биржасына алып келдік. Биржаға тіркелетін сілтемені міндетті түрде мен қалдырып кететін боламын. Енді қараңыздар, бұның сілтемесін қалай алуға болады? Міндетті түрде мына реферальная программа деген кнопкасы бар, мынау аваның астында. Мына жерде менде 11 реферал тіркелген екен. Ары қарай олардың рефералынан да енді платформа негізі мүмкіндік беретін шығар, ары қарай табыс табатын. Реферальная ссылка деп басамыз да, мен бұны описанияға міндетті түрде қалдыратын боламын. Плюс еще мысалы сіз өзіңіз жаңағы өзіңіздің партнеріңізға осы мүмкіндікті жібергіңіз келсе, сіз де осылай өз партнеріңізға осындай мүмкіндіктерді жіберіп отыратын боласыз. Мен аламын да мына жерге вставить деп ары қарай жіберіп қояйын. Енді құрметті замандастар, мен сіздерге бұны мен не айтқым келіп отыр? Дәл қазір интернет, тағы да айтып кетейін, интернет бізге бар мүмкіндікті беріп отыр. Ең бастысы сіз өзіңіздің миыңызды дамыту арқылы, өзіңізді өзіңіз жаңағы үйрету арқылы интернеттің осындай мүмкіндіктерін пайдаланып, өзіңіздің табысыңызды еселеп алатын мүмкіндігіңіз бар. Қазіргі таңда мен жоғарыда айтып кеткендей, PLC Ultima монетасы 6 декабрь 2021 жылы осы CoinSbit биржасына бірінші мәрте шығып, қазіргі таңда жаңағы біраз адамдарды табысқа кенелтіп тастады деп айтуға болады. Қалай табысқа кенелтіп тастады? Бар жоғы 6 декабрь күні $1 шыққан монета қазіргі таңда біздің көз алдымызда $7290 дейін өсіп тұр. Ол деген сөз, сіз сол күні $1 бірақ монетаны сатып алған болсаңыз, сіздің $1 сізге $7290 әкеп берді деген сөз. Ал енді сіз $100 жаңағы сатып алған болсаңыз, мысалы да 100 монета сатып алған болсаңыз, сіздің 100 монетаңыз артына 100 монетаңыз $729.000 әкеп берді деп ойлаңыз. Көрдіңіз бе, криптовалюта әлемі бір күнде тура осылай байлыққа кенелтіп тастайды, ойламаған жерден. Сондықтан біреулер айтады ғой, ой, айта бермеші лапшаларыңды іліп депші. Негізінде ол ешқандай лапша емес. Біздің көз алдымызда криптовалютада табыс тауып, ақшасын еселеп жатырған адамдар өте көп. Оның барлығы бірдей айта бермейді. Қазір ақша көп тауып жатырмын деп айтқан адамдарды енді ондай ақша тапқан адам олай деп айтпайды да, ұзын сөздің қысқасы. Мен не үшін айтып отырмын? Мен өзім сияқты қазақтың қарапайым азаматтары, мен өзімнің де жаңағы кредиттарды үйіп алып уақытысында косякқа кіріп кеткенбіз ғой, Құдайға шүкір деп айтайын. Сондай бір косячницаға жатам мен де. Қазіргі таңда осындай мүмкіндіктерді өзім көргеннен кейін, түсінгеннен кейін өзіміздің отандастарымызға осындай мүмкіндіктерді жаңағы жарнамалай отырып сіздерге түсіндіріп жатырмын. Осындай мүмкіндіктеріңіз бар, үйренем дегендеріңізбен Zoom арқылы жұмыс жасаймыз деп. Мысалы, менде ақша кошелекте жатыр, основной баланста, негізгі баланста, торговый баланста емес, мен негізгі балансқа енді шығарып қойған едім. Мысалы, сіз оны жаңағы обменник арқылы өзіңіздің негізгі балансыңызға салып алдыңыз. Енді оны торговый балансқа мына кнопканы басу арқылы ауыстыра аласыз. Міне, main деген сіз өзіңіздің балансыңыз, trade деген ол торговый баланс. Мысалы, қанша ақшаңыз жібересіз, өзіңіз білесіз. Сөйтіп жаңағы аударып аласыз өзіңіздің торговый балансыңызға. Одан кейін барып, мен қазір аудармаймын, соның үшін жаба салайын. Одан кейін барып, мен мысалы ақшаңыз сіздің торговый баланста жатыр, торговля деген кнопканы басасыз, классическая торговля деген кнопканы таңдайсыз. Қазір таңдалсын. Содан кейін мына жерде stable coin деп тұр, осы жерде барлық цифровой долларда ашылатын паралар шыға бастайды. Оның ішінде именно USDT-ді таңдайсыз. Себебі біз жоғарыда айтып кеткендей, мен ақшаны цифровой долларда кіргіздім.
UGT-ді таңдаймын да, мына жаққа мен PLC, мысалы біз PLC Ultima деген монетаны алайын деп отырмыз. Сондықтан PLC Ultima деген монетаны көрсетемін. Енді соны таңдаймын. Қазіргі таңда PLC Ultima монетасы 7290 долларға, объем 309.300 сондай объем болыпты. Ол 24 сағаттың ішінде 2,8-ге түскен деп көрсетіп жатыр мына жерде көрсеткіште. Қазіргі таңда енді мен сіздерге көрсететін болсам, бүгіндікке 42 PLC монета сатылып кетіпті. Оны мына жерден көруге болады. Енді қараңыздар, қазіргі таңда, мысалы, мына жерде елестетіңіз да, сіз мына жерде ақшаңыз бар деп елестетіңіз, ақшаңыз тұр деп елестетіңіз. Мысалы, мына жерде бір монетаның құны 7290, жаңағы бір монета 7290 тұр, үстінде комиссиясымен қоса, сізге мына жерден комиссиясын шығарып алуға болады екен. Сізге комиссиясымен қоса 7304-ке сатып алады екенсіз. Ол цена 7290 болғанымен, үстіндегі комиссиясымен бізге мына жақтан шығып отырады екен. Енді қараңыздар, құрметті экранның ар жағындағы замандастар, осылай сіз өзіңізге PL Ultima PLC Ultima монетаны сатып алдыңыз. Енді ол монетаны ары қарай қай жерде сақтасаңыз болады. Мысалы, бұл монетаны сіз алып PLC Ultima деген кошелекқа сақтауға болады. Мысалы, блокчейн уақытында биткоинді алған адамдар өзі блокчейн кошелекқа сақтап отырып, тек қана сақтап отырып, не деген пайда көрді. Тура сол сияқты қазіргі таңда PLC Ultima, мысалы, кеше сіз 5000 долларға бір монета сатып алсаңыз, қазір сіздің монетаңыз, бір монетаңыз кошелекте жатып сізге 7294 доллар өсім берді. Кошелекте жатыр, сіз ештеңе істеп жатқан жоқсыз. Күрек алып, қыстың аязында қар күреп отырған жоқсыз, болмасам күрек алып, жаздың шілдесінде жер аударып отырған жоқсыз. Тек кошелекке салып қойдыңыз да, өзіңіздің тірлігіңізді жасап жүрсіз. Енді қараңыз, ары қарай бұл жерден CoinsBit биржадан сатып алған монетаңыздың санын көбейткіңіз келсе, платформа өзінің кезекті өнімін ұсынып отыр. Кезекті өнімге PLC Ultima Farm деген өнімі жатады. Бұл жерде сіз ферманы ең азы 110 евроға, одан кейін 550 евроға, одан кейін 1100 евроға, одан кейін 5500 евроға сатып алатын мүмкіндігіңіз бар. Бұл жаңағы фермалар бізге не береді? Бұл фермалар сіздің монетаңызды бір жылға заморозкеге қою арқылы сізге жылына 7,2 фактормен, айына 0,6 фактормен сізге табыс беріп тастайды. Значит, сіз бұл жерге фермаға салған ақшаңыз бір жылда 720% монетада сізге табыс береді. Бір жыл бойында сіздің ақшаңыз, PLC Ultima монетаңыз заморозкада жатады. Бір жыл бойында. Одан кейін заморозкада шыққан монетаның үстінен айына процент ұстап отырасыз ғой, табыс. Үстіне отырған табысыңызды айына 60% үстінен түсіп отырған табысты сіз ары қарай жаңа фермадан шығарып, CoinsBit биржасына шығарып, табысыңызды продать PLC деп сатып отырасыз. Енді қараңыз, бұл монетаның саны бар жоғы 20 000 монета. Әрбір кірген шыққан операциядан 3% жойылу жүйесі арқылы жойылып отырады, саны азайып отырады. Плюс еще бұл монета 120 мемлекетте жұмыс жасайды, 120 мемлекетте. Бар жоғы 800 000 пользователь, тұтынушылар, сіз бен біз сияқты адамдар 800 000 ғана. Монетаның саны 20 000. Енді монетаны аламыз да, біз сатып алған монетамыздың бәрі фермаға салып, заморозкеге қойып тастайды. Одан да оның саны азаяды. Сонда бұл монета дәл қазір 7290 болып тұрса, болашақта одан да қатты өсетін болады. Неге? Себебі бұл монетаны инфраструктураға байланыстырып жатыр. Инфраструктураға байланыстыру деген, бұл монетаны прям сіз қазір таптыңыз ба, сразу өзінің картасы бар. Мен қазір сіздерге картаны да көрсетіп кете салайын. Монетаның өзінің картасы бар. Мысалы, платформа өзінің картасын қосып ұсынып жатыр. Қазіргі таңда сіз 1000 евроға сіз өзіңізге жаңа ферма сатып алатын болсаңыз, бұл енді шектеулі акция жүріп жатыр қазіргі таңда. 14 декабрь мен 31 декабрь аралығында
сіз осы ферманы 1000 евроға сатып алған болсаңыз, сізге картаны тегін береді платформа өз есебінен. Картаның ішінде 1500 евро ақша ішінде тұр. 1500 евро ақшасы ішінде тұр. Көрдіңіздер ма? Енді қараңыз. Бұл жерде енді картаның ішінде тұрған 1500 евроны мен тағы да уточнить етіп сұрайын, тағы айтып алып болмай қалып, қызық болып жүрмесін. Мен оны уточнить етіп сұрайын. Негізі 300 евролық картаны, мысалы біз 300 евроға карта сатып алдыңыз ғой, оның алдында бізге айтқан. Ішінде 1500 евро ақшасымен келеді деп та. Ал енді мынау ферма арқылы беріп жатырған картаны, скорее всего, ақшасы болмайды. Мен қазір сіздерге айтып отырып, өзім түсініп қалдым да. Ол ферманы да беріп, ішіне ақшаны да қосып беріп, бізге үйтіп бере бермейді ғой. Мен просто сіздерге шатасып айтып отырған сияқтымын. Дәл қазір өз сөзіме өзім күмәнданып қалдым. Ең бастысы, ферманы, мысалы, біз 1000 евроға сатып аламыз ғой. Ферманы сатып алдықта, ішіне монетаны салып, жылына 720% біз оны монетамызды көбейтеміз, айына 60% көбейген монетаны жаңа CoinSbit биржаға шығарып, сатып моментально. Ары қарай жаңағы моментально сатып шығарсақ та болады цифровой долларға, болмасам фермадағы тапқан PLC монетамызды прямой жаңа картаға шығаруға да болады кабинеттен. Көрдіңіздер ма? Осындай мүмкіндіктерге қол жеткізуге болады, құрметті экранның ар жағындағы отырған замандастар. Ары қарай осы платформаны жарнамалау арқылы қалай табыс табатындарыңызды білгілеріңіз келсе, мысалы, қазақшалап айтқанда маркетингтен табыс тапқыларыңыз келсе, жаңағы жарнамалау арқылы, онда келесі видеоны жіберіп алмаңыздар. Әсіресе бұл мүмкіндік жаңағы сетевой бизнесті жақсы көргісі келетіндерге арналған бірегей мүмкіндік. Видео ұнап жатса, құрметті замандастар, экранның ар жағындағы отырған лайк басып, ұнамай бара жатса дизлайк басып, өздеріңізді толғандырып жатырған сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Ең бастысы, өздеріңіздің жасаған әрекеттеріңізге қарай интернет арқылы табыс табатын бірегей мүмкіндіктеріңіздің бар екенін айтқым келеді. PLC Ultima монетасы қазіргі таңда өз жұмысын бастап кетті. 6 декабрьден бастап, міне 10 күн болыпты, как раз бүгін 16-сы. Сондықтан осындай енді ғана жаңағы бастау алған PLC Ultima монетаның ары қарай болашағы туралы сізді қызықтырса, міндетті түрде осы каналға тіркеліп кетіңіздер. Себебі менің мақсатым қарапайым халыққа интернет арқылы табысты көзін көрсету, үйрету. Ал енді сіз бұндай ақпараттарды мүлде естімеген болсаңыз, осы платформа туралы ақпаратты үйренгіңіз келсе, өзім туралы деректерді қалдырып кетем. Криптовалюта деген не, цифровой кошелек деген не, жаңағы биржа деген не, соны бәрін үйренгіңіз келсе, өзімнің командама кірген адамдарға тегін үйрететін боламын. Ал енді жоқ, мен ондай площадкаға кіргім келмейді, маған тек қана соны үйретсең болды деп араларыңызда үйренгісі келетін адамдар болса, әрине мен сіздерге жаңа цифровой кошелектарды, CoinSbit, вообще биржаға тіркелуді, верификация өтуді, монеталарды қалай сатып алып, өз кошелектарыңызда ұстауды, оның бәрін үйрететін боламын. Ақысын өзіңіз WhatsApp-қа шыққан кезде өзіңізбен жеке келісетін боламыз. Ол міндетті түрде енді ақылы, себебі мен уақытымды бөліп сіздерге қанша информация үйретемін. Оны бірден тыңдай салысымен үйреніп кететін адамдар өте аз. Біраз бұрын соңды естімеген ақпараттарды түсінбей, жаңағы миларыңыз ашып кетуі мүмкін, сразу айтайын. Бірақ миым ашып кетті деп тастап кетпеңіздер. Себебі бұл сіздерге беріліп жатырған Алла тағаланың қайығы деп ойлаңыздар. Барлықтарыңыздың назарларыңыз үшін үлкен рахмет. Өздеріңіз дамытудан ешқашан жалықпаңыздар. Себебі сіз өз миыңызды дамыта отырып, өзіңіздің ақша табатын мүмкіндігіңізді еселеп аласыздар, құрметті замандастар. Сондықтан міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, ұнап жатса, ұнамай жатса, әрине дизлайктарыңызды басып, өздеріңізбен бірге болған Үміткүл Ыбырайымқызы, Қазақстанның түкпір-түкпірінде тұрған әрбір қазақпен әрдайым жұмыс жасаудан ерінбейтін, әрбір қазаққа өз білімін үйретуден ерінбейтін, жалықпайтын қазақтың қарапайым қызын енді өздеріңіз бағасын бере жатарсыздар. Барлықтарыңыздың назарларыңыз үшін үлкен рахмет.